Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, нәзік болып шығатын краков сырнигін бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Сары майымызға қантымызды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Енді бір жұмыртқа қосамыз, тағы да араластырамыз. Және де електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз міне дәл осындай болу керек. Пакетикке салып, холодильникке салып қоямыз. Енді біз масса, яғни сүзбелі массаны дайындаймыз. Ол үшін бізге творог қажет. Творогымызды бәрін жақсылап, бір тегіс болғанша араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар болады, немесе ситадан өткізсеңіздер болады. 5 жұмыртқаны сарысымен ағын ажыратып, ағын меренге жасап қоямыз. Бөлек ыдысқа тағы да сары майымызға қантымызды салып араластырып аламыз. Және де жаңа 5 жұмыртқаның сарысын бөлек алдық қой, сол сарысын шетінен қосып, және де творогты қосып, сары майымызға шетінен араластырып аламыз. Сүзбеміз бен жұмыртқамыз біткенше толық араластырып аламыз. Енді меренгамызға 3 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Және де 100-150 грамм изюм салып, лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Енді осы меренгамызды жаңағы сүзбелі массамызға 2 бөліп саламыз. Міне біздің сүзбелі массамыз дайын болды. Енді қамырымызды холодильниктен алып, 2-ге бөлеміз. Бір бөлігі кішірек болу керек, ол тек бетін әсемдеуге алып қоямыз. Ал негізгі бөлімді осы пергамент қағаздың арасына салып, жұқа етіп жайып аламыз. Үстіне формамызды қойып, жан-жағын артық қамырды алып тастап, дәл осы формасымен қамырымызды холодильникке 10-15 минутқа салып аламыз. Холодильникке салып алғаннан кейін қамырымыздың үстін шанышқымен тесіп алып, духовкаға 10 минутқа салып пісіріп аламыз. Екінші қалған қамырымызды осынша етіп кесіп дайындап қоямыз. Духовкадан алғаннан кейін үстіне творожный, яғни сүзбелі массамызды құйып, үстіне жаңа өзіміз кесіп дайындап алған қамырымыздың екінші бөлігін әдемілеп тізіп қойып аламыз. 180 градуста ысып тұрған пешке салып, 50 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің өте дәмді, нәзік краков сырниктары дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше болды. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Менің арнамда бұдан да басқа, яғни сырниктің жасалу жолы, және де морозильникте қалай сақтау керек жайлы видео жүктелген болатын. Кіріп көрсеңіздер болады. Міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Көп рахмет.